аласапыран көктемнің кезі еді. Қыс бойы қар астында тұншыққан жер беті енді емін-еркін рахаттана тыныс алғандай. Ауыл сыртындағы құба жолдар қыстан әбден титықтап табындыра түседі. Бұрын ақ қардың үстіне әлдекім қара май жағып кеткендей алыстан шұбарланып көрінетін қара жол енді тапталған қамырдай көзге сарғыш салынады. Жер беті ерекше бір жанданып келе жатыр. Топырақ астында бұғып жатқан тіршілікті құдіретті күн сәулесі қытықтап боятып, бұл дүниеге сүйрелеп жатқан сияқты. Нәп-нәзік өсімдіктер тасты да тесіп, осынау өмірге елжірей қарап күн көзіне жапа-тармағай тесірейе қалыптасты. Мен 3 айлық механизаторлар курсын бітіріп, тыңдағы бір совхозға дәл осы кезде келіп едім. Маған бұл жердің әрбір шөбі де, адамы да, даласы да таныс емес. Алыстан қарағанда кішігірім қала сияқты болып көрінген совхоз ішіне енгенімде үйлері бытыраңқы, берекесі қашып, сиреп қала бергендей болды. Келген бойда директордың кабинетіне кірдім де, 1 сағаттан соң қырға жер жұтуға баратын болып шықтым. Қос басына бір май тасыған бір машинамен келіп түскенімде күн дәл түстікке келген еді. Мұнда адам көп емес екен. Көк түтінді будақтатып, ошақ басында аспазшы 2 әйел ыдыс-аяқты сылдырлатып жатыр. Оның бірі маған сәл қарап тұрды да, әсте інісі ме, баласы ма біреу келмек болған ғой. Бөтен екеніме көзі жеткен соң алдына түскен шашын иығынан асыра бір лақтырып, ұзын ағаш кесеумен отты көсей бастады. Мұндағы жұмысшылардың жататын орны үлкен, көшпелі вагон екен. Кіріп келгенімде жоғарғы полкадан біреудің жөтелгенін естідім. Ол басын көтерді де, «Я, бала, бізге келдің бе?» деді маған көзін сығырайта қарап. «Солай болғанда да, мұнда не істейсің?» «Не істегені қалай? Жатудан басқаның бәрін». Мына сөз оның қытығына тиіп кетсе керек. Тамағым бір кернеп алды да, аяғымнан басыма дейін бір қарап шығып, «Қарай көр өзін», деді күбірлеп. «Байқа бала, мұндағылар саған құрдас емес. Міне мына полкаға орналас», деді ол өзінен жоғарғы орынды көрсетіп. Мен үнсіз арқамдағы қапшығымды шештім де, ананың көрсеткен полкасына қойдым. «Жасың нешеде?» «18-демін». Дұрыс. Қазір бригадир келеді. Жұмысқа қашан шығатыныңды, кіммен бірге істейтініңді содан білесің. Әзірге жатасың ба, отырасың ба, қалауын білсін», деді. Ол полкадан салбыратып отырған ағаштай аяқтарын ерсілі-қарсылы қағыстырып. Бұл адамды алғашқы кезде ұнатпағаныммен, тілдесе келе тәуір көріп кеттім. Өзі кешкі кезекте істейтін болғандықтан бүгін тынығып жатыр екен. Аты Олжабек. «Ал інішек», деді ол ауылдан алып шыққан нан-панымды жеп отырғанымда иығыма күректей қолдарын салып. «Сонымен, тракторист болғым келіп осында тарттым дейсің? Ниетің жақсы екен. Апаңды сағынып бір күні түнделетіп тайып тұрмайсың ба? Ондайлары бізде болған». «Менің анам жоқ», дедім төмен қарап. Олжабек үлкен қой көздерін маған бір тастады да, орынсыз берген сұрағына ыңғайсызданып қалды. «Қой, қайғырма», деді ол, біраз үнсіздіктен соң маған көңіл айтқан болып. «Мен де анамнан дәл сендей кезімде ажырағанмын. Міне енді қазір біреуге әке, біреуге жезде болдым. Менің ешкімім жоқ еді. Қайта сенің ағаларың бар екен. Мұңайып қайтесің, ойна, күл. Міне дала, міне трактор, мін де жер жырт. Қайратыңды аямасаң болғаны». Осы кезде үстінен май иісі аңқыған тәлпек бойлы, ойнақы көз бір адам ішке кіріп келді. Ол сарғыш тартқан тістерін көрсете күліп, бізге жақындады да, «Бізге келетін тракторист сен емессің бе осы?» деді, киімін шешіп жатып. «Дәл солай», деді Олжабек мен үшін жауап беріп. «Жақсы, шойынқұлақпен бірге істейтін боласың». Оның кезектесі жоқ еді. Ішімнен шойынқұлақ дегенді қайта-қайта түйіп отырмын. Аты қызық екен деп те қоямын. Түс ауа бригадир мені атқа мінгестіріп алды да жұмыс жаққа қарай алып жүрді.
ана тракторды көрдің бе, деді ол әлгінде ғана қолынан жасап алған қамшысының сабымен бізден ширек шақырымдай жерде кетіп бара жатқан тракторды нұсқап. Сенің баратының сол, қазір ауыстыруға тиіссің. Мен оның тау бөктеріне шашырай шыққан ажырақ сияқты мойнына дейін қаптап кеткен қырылмаған шаштарынан көз алмай, айтатынын үнсіз құптап келемін. Ал жігіт, енді түсіп қал. Мен совхоз орталығына асығып бара жатырмын. Бүгін сенің келетінің туралы анаған айтқанмын. Жалғызсырап көңілің құлазымасын, деді де атын жамбасқа бір тартып шоқырақтата жөнелді. Мен жол жиегіне шығып біраз тұрдым да, болашақ кезектесіме қарай жаңа жыртылған топырақты омбылай кешіп ақырын жүріп келемін. Ол тракторын тоқтатып қарғып түсті де менімен нақ бір төбелесетін кісідей қимылсыз тұрып қалды. Саламатсыз ба, дедім оған жақындай бере. Я, деді ол зор дауыспен. Қайда барасың? Мені сізге жіберді. Сен сөзіңді қоя тұр, менімен бірге істейді екенсің, құрдас боласың. Өзің тым арықсың ғой. Серейіп өсе бергенше жуандасаң қайтеді, деді ол адырдай қолдарын қалтасынан шығарып. Трактор айдауға шаман келе ме? Шама келгенде. Сіз оны итеріп жүргізбейтін шығарсыз, дедім оған ашуымның келгендігін білдіріп. Ойбай, мынаны қара, деді ол маған өткір көздерін қадай түсіп. Сен сөйлей біледі екенсің ғой. Ал мін тракторға, көрейін қалай екеніңді. Бір жерің ұнамаса, бар ғой, айтпады деме, қуып жіберемін, деді де күркілдеп тұрған тракторға келіп өшіріп тастады. Ал отыр да жүргіз. Өстіп жүріп мен оның бет пішініне көз тастадым. Жүнін жылған құстың денесіндей бүршік-бүршік бетіне үсіген картоптай емін-еркін мұрын жайғасыпты. О баста оны әлдекім лақтыра салғандай бір жағына қисая жабысқан екен. Бір көрген адам оны әне-міне құлап кетеді екен деп минут сайын күтетін еді. Оның осы түрі қорқынышты болып көрінді. Асқалақтап жүріп тракторды оталдырдым да үстіне қарғып міндім. Анау әлгі орнында қозғалмастан тұр. Трактор орнынан ақырын қимылдай бастады. Артымнан әлдеқалай дауыс шығара ма екен деп құлағымды түріп келемін. Ешнәрсе естілмейді. Біраз ұзаған соң артыма қарасам, анау сол орнында әлі тұр. Не деген адам, дедім ішімнен. Жынды ма, сау ма, өліктей қатып тұрғаны несі? Мен загонды бір айналып келсем, анау әлгі орнында меншиіп тұр екен. Осы жерде өзім оның мінезіне күліп те жібердім. Оның үнсіз тұрғанына зығырданып қайнап, қол бұлғағанына да қарамай, жанынан өте шықтым. Қарымын қайтарғым келді. Қайта оралсам, ол бұлқан-талқан ашуланып жүр екен. Ұрысқанда үстіндегі ерні желді күндегі түндіктей желп-желп етеді. Сен бала несің? Деді қалшылдап. Ашу тығылғанда аузына осыдан басқа сөз түспей қалса керек. Мен немін? Адаммын. Адамды көрсетемін мен саған. Сен бүйте берсең, көрдің бе? Ана оттыққа тығып жіберемін, деді төне түсіп. Мен трактордың көкшіл түтіні будақтап шығып жатқан трубаға қарадым. Жіп-жіңішке, мен түгілі жұдырығыңда симайтын жайшылықта болса күліп те жіберер едім. Дәл қазір езу де тарта алмадым. Шынында, тап осы кезде ол мені кабинадан жұлып алып, бейне бір құмырсқадай табанымен таптап, дымқыл топырақты аяғымен бір-ақ рет ысырып көме салатындай. Оның әлденеше ұрысса айтқан сөзінен тіл қайтармап едім, ол сабасына қайта түсе бастады. Көкірегін қарашы өзінің, деді ол ызасы қайтып. Ал жүр, мен таңертең келемін. Ол жүре берді де кейін бұрылып. Әй, атың кім сенің, деді. Сұлтан, менің атым кабинада жазулы. Тауып аларсың, деді де сәл кідіріп. Темекің бар ма, деді. Шекпеймін, дедім. Трактордың үнін жеңбек болып біршама айқайлап, ол қолын бір-ақ сілтеді де қасқа қарай жаяу тартып кетті. Жалғыз қалған соң кабинаның ішін көзіммен шарлай бастадым. Бір кезде Маслоу көрсеткішінің дәл үстіндегі алданыш деп жантая жазылған ірі-ірі жазуға көзім түсті. Мұның шойынқұлағы несі, деп ойладым ішімнен. Бұл ертегісіндегі шойынқұлаққа теңеп, құрдастарының таққан айдары емес пе екен? Шынында да солай екен. Оған көзім кейін жетті. Мен трактордың газын арр еткізіп, басып қалып ілгері жүріп кеттім.
Біздің алғашқы таныстығымыз осылайша басталды. Қалжырағанымды сезбеуге қанша тырыссам да, таң атуға 2-3 сағат қалғанда көзім еріксіз жұмыла берді. Алғашқы кезде трактордың құлақ тұндырардай дауысын үйреніп кеткендіктен бе, енді естімейтін де сияқтымын. Құлағыма тек болат шынжырдың сақ-сақ еткені ғана келеді. Трактор мені бір жоғары, бір төмен тербеп, тыныш бір дүниеге жетектегендей ұйқыға ұластыра түседі. Өстіп келе жатып ұйықтап кетіппін. Бір кезде маңдайым әлдеқалай бір темірге сарт ете қалды. Трактор арылдап барып тына қалды. Бір сұмдықтың болғанын сездім де кабинадан атып шықтым. Жан-жағыма көз салсам, айналып жатқан жер көрінбейді. Ұйқы басып әлдеқайда лағып кеткенімді сонда ғана ұғып, жүрегім кеудемнен атып шығатындай тарсылдап сала берді. Бірінші бөлімнің соңы. Видео ұнаса лүпіл басып арнаға тіркеле кетіңіздер.